Бүгін 31 желтоқсан, бізде жаңа жыл енді басталайын деп жатыр. Стейк пісіреміз деп шештік жаңа жылды. Целый день жаңбыр жауып, Нұрлыбек мына жерді суын сорықтырып алып жатыр. Сен неге сорықтың? Сен сорықтыру керексің. Бүйтейікті. Бүйтсе. Ашық болып кеттің бе? Машалла. Істей бер. Сөйтіп, шегін тартпашы сөйтіп деген. Мынаның түрі әдемі болды де. Біреуін кесіп бөлейін бе? Орталарын кесіп-кесіп пісетін де. Піскен бе? Піскен. Екеуі çok boş veреміз бе? Уже шамалдың ала беріп өді. Стол жайған осындай болады. Бүкілін ана жақтан тасып жүргіміз келмейді, сол үшін нормальный сервировка, средний, но зато от души. Ешкім жоқ, тек өзіміз. Көріне ма? Өтірік сүйіп атасың ба видеоға? Шын сүйіп атам. Видео осы шын. Давай, пена. Біздің қар мынау. Мына жерде қуатым бар. Маған не тағы үйге өтейін басып деп тұрсын ба не? Негізі чипсімен тема болады әйел. Кәдімгі донер сияқты болады. Мен басып кетейін. Сен басып шеш. Тапшырдым. Болды уже мынау дайын. Жей беруге болады. Тезектен баратын болсаң барып кел, бармайтын болсаң барма. Кел онда салайық мына. Сөйлесің ба? Бәрі пісті ма? Піскен сияқты бәрі. Піспесе қайтып салып жібереміз. Жақтан жақсы. Мынау сочный болып тұр, а? Осыны жеймін. Осыны жеймін. Новый год к нам мчится, скоро все случится. Мынауын салып тұр. Чистый. Ой, Иван, уже утро. Триста еще проще, чем тихо. Сейчас покажу Пора. как. Главное правило – охладите вино заранее и не трясите бутылку перед тем, как открыть. Сначала нужно снять фольгу. Обратите внимание, только фольгу. В мюзле вот эта проволока остается на горлышке. Теперь вам нужно раскрутить мюзле, чтобы оно не удерживало пробку, и вы легко бутылку на ладонь откроете, а второй крепко.